Ал міне қарапайым бір кескіне бүгін міне тауға келдік шіркін ай мінекей. Таудың көркем табиғаты, тауды өскен тауға қарап аңырап бірталай күн әрең тауға жеттіміз. Міне апам бар. Енді айтта кеп жазсаң болды ғой тауда. Апа, тауға кім келдік сонда? Тауға апасы Ботаның апасы келді. Таймас келді, Бақау келді. Таймастың Есеу апасы келді, Ғайныш келді, Ботаң қау келді. Сонымен ойнап, міне саяхаттап жүрміз. Нәнсән тауына шықтық міне. Қарағай деген ана орман әдемі. Кеткін келмейді. Жақсы болса жағдайым, 3 күн қонып қайтайын әу деп 3 күн қонып қайтамыз әу, 5 күн қонамыз әу. Қандай жақсы. Ақшаны да лайығымен тапса болады. Қанағат қарын тойғызады, қанағас жалғызасын тойғызады дейді. Лайығымен тауып, ойнап, күліп, жеп, ойнап. Денің сау болса бәрі де ақша. Сол апа. Денсаулыққа жетті. Сауда деп қалада жүре берген. Сауда деп бір күні бір қойып қайтып күннің батқанын, жылдың өткенін ұқпайсың. Болады осы тұрмыста ойнап күліп жүру деген ең жақсылық қой. Ойнаймыз, күлеміз. Сол, мына қарағайдар не деген әдем, осыдан бұлай тағы жақсы болып кетеді ғой, а? Жақсы болады. Ат көзінен көк келетін күндер әлі қайда алды да. Жағдайға қараймыз ғой. Жақсы болса жағдайымыз 3 күн қонып қайтамыз. Керемет апа. Айтпа. Кауапты жеп, етті жеп бір, құлақтым шпоқ қалды, телефон соқпай. Айтпасаңшы. Оны айт, не қыласың? Сауда сатсаң бір пәле, сатпасаң бір пәле. Істемесең жамба қалмайсың, істемедің миың ауырған қалың шаруа баяғы. Біреудің саудасы болып жатыр, біреудің болмайды, заказ береді, оны бітіре алмай тышқақтап адамдар. Оңай емес. Оңай емес. Бәр нәрсе қиын болып қалды ғой. Ең жақсы кәсіп бар ғой, Бота. Ұйқы екен, ұйқы кәсібі. Осы ұйықтап жассаңшы. Содан артық кәсіп ғой. Ойбай, істе болмайтын ұйқы шығар. кәсіп ең жақсы кәсіп екен. Ақша тапсаң баса ұрса, шаруа саудасақ жар жасақ. Ең жақсы кәсіп ұйқы кәсіп емеген не өзі, ұйықтыдан басқа жоқ. Көрсең де ақша алмайды, ұйықтасаң да ақша алмайды, тұрасың, далаға шығасың, бір шенек шай ішесің. Ең жақсы. Апан қайда кеткен дейді. Мына халыққа бір жүрек бас деп айтыңыз. Жүрек басыңыздар, біз ойнап жүрміз міне. Чинжаңның ішінен ышқайға қарап шыққанымыз жоқ. Әр 3 аймақта отырған біздің көрермендеріміз басыңыздар зәнді ойнап отырмыз. Шақырамыз сіздерді Нәнсанға міне тауына. Мынау қай жер қызым? Бәпәңгудің жыңғу деген жер. Бәпәңгудың жыңғу деген жер.